Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге бүгін жайна менің каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып тіркелуге ұмытпаңыздар. Бүгінгі видео жаңадан бастап жатқан мастерларға арналады. Маникюр сабағын оқып болғаннан кейін әрине біз заттар аламыз, қажетті материалдар аламыз. Сол үшін сіздерге қысқаша ғана видео жасадым. Яғни бүгінгі видеода біз ашка және де пушер осы екеуіне сіздерге обзор жасайтын боламын. Қандай ашка алған дұрыс, қандай пушер алған дұрыс. Сол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Достар, қазіргі таңда ашкалардың түрлері өте көп. Мен өзімнің қолданған ашкаммен сіздерге бөлісетін боламын. Ең бірінші мен қолға алған ашкам ол бишкекский ашка. Осындай болады түрі. Және бұның оригиналы А деген, шетінде ашканың нақты қарасаңыз шетінде А деген әріп болады. Бұл бишкекскийдің оригиналды қайшылары. Бұның бағасы 3,5 мың теңге. Бұл өте ыңғайлы қайшы. Осы қайшымен де бастасаңыздар болады. Және де екінші обзор ашка ол Stalex деген қайшылар. Stalex'тің қайшылары қымбат. Бұлар 8 мыңнан басталады. Және қайшылардың размері де бар. Мысалға мына суретте 10 мм деп тұр. Қайшының басындағы ұзындығын көрсетіп тұр. Мына жақта 7 мм деп тұр. Яғни бұлар 5-тен бастап 10-ға дейін болады размері. Бұл қайшылар да өте ыңғайлы, бірақ та достар, ең бірінші сіздер қай қайшыдан бастайсыздар. Мысалға бишкектен бастасаңыздар, сіздер қолдарыңыз әбден сол қайшыға үйреніп алып, Stalex'қа өткен кезде кішкене қиындау, ауырлау болуы мүмкін. Егерде айырмашылығын айтатын болсам, бұл екі қайшының айырмашылығы стерилизацияда. Яғни бишкекский қайшыны біз стерилизаторға салғаннан кейін кішкене дақтар түсе бастайды. Ал Stalex'тің қайшылары бұл стерилизация салған кезде ешқандай дақтар түспейді. Айырмашылығы сол және де бағада. Екеуі де негізінде өте ыңғайлы қайшылар. Және де достар, айтарым, ашканы біз құлатып алмауымыз керек. Егерде құлап кетсе, оның сразу жүзі кетіп қалады. Ашканың сол үшін біз ашканы ұқыпты ұстаймыз. Және ашканы таңдаған кезде қолымызға ұстап, қысып көреміз. Қолдарымызға өте ыңғайлы болу керек. Кішкентай размерлі және салмақтары қатты ауыр болмау керек. Келесі достар, мен сіздерге пушерға обзор жасаймын. Пушердің де түрлері өте көп. Бағалары да әртүрлі. Арзан пушерлар 300-400 теңгеліктерде бар және қымбат пушерлар бар. Мысалға мына фотода арзан пушерлар. Кутикула итеретін жағын лопаткасын қарасаңыз, ол жағы тік болып тұр, ондай алмауға тырысыңыздар. Екінші обзордағы пушер, қараңыз, лопаткасы кішкене басқаша. Бұл жерде уже лопаткасы тік емес. Осындай пушер іздеп, осындай пушер алуға сіздерге совет берем. Өйткені кутикуланы жақсы итерген сайын сіздерге алуға оңай болады. Бізде ең маңыздысы осы екі инструмент. Осы екі инструментті стерилизовать етуді ұмытпаңыздар, және де ұшын қайрап тұрсаңыздар болады. Және достар, қайшыларыңыз неғұрлым өткір болатын болса, клиенттің қолын қанатпайсыздар, кутикула алу өте жеңіл болады. Егер қайшыларыңыз өткір болмаса, онда сол кезде сіздер кутикуланы кесіп жатқан кезде қанатасыздар, клиентке кішкене ауыртасыздар. Сол үшін қайшыларыңызды қайрап тұрған өте маңызды. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Бүгінгі сіздер сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Лайк басып, комментария жазуды және тіркелуді ұмытпаңыздар.